Қалайсың жаным? Үйдегілер. Жақсы. Саған. Что-то уайымдап тұр. Уайымдама жан, бәрі жақсы болады. Батя настроениесі қалай? Жұлдыздың өз қолынан шыққан манты. Әсет балам ялма. Ала ғой. Иә, рахмет. Қасеке, үндемей қалдыңыз ғой. Ал жарайды. Үйленуге рұқсатымды бердік тек. Сосын қызымды асырай аласың ба? Үй, жұмыс, диплом, бірдеңең бар ма сенің? Иә, дипломым бар, жұмысым бар, шағын бизнесім бар. Ана магазиндерде жвачка қоятын аппараттар бар ғой? Иә. Вот сонымен алсам. Енді қала бойынша бір-ақ точка, но в планах только расшириться, да? Үйші. Үйің бар ма? Үйді енді тойдан кейін ақша жиналғасын аламыз ғой. А пока что квартираны енді арендовать етіп тұрамыз деп ойлап тұрмын. Зачем арендовать? Ақшаны сыртқа шашып. Орын жетеді, бізбен тұра беріңдер. Ақшалар жиналғанша. Екі жарты ғұмыра тегі әкетті құбылта айналып жүр басымда. Бағдәулеттің күйеу баласы үй алыпты. Естідің ба? Құтты болсын. Әде айтып отырсыңдар ма? Әй, тоқта. Мираны базарға апаршы сен. Обед жеген апарам. Қа жұмыстарым бар. Ей, қандай жұмыс? Сағызың ба? Әлі соған сеніп жүрсің ба сен? Қасым қойса шет болады. Не сүйет? Не сүйет? Не үй жоқ, не жұмысы жоқ. Күшік күйеу бала. Папа, неге десе бересіз Әсетке? Қызым, өтірік па? Айтшы. Сен де қоймайды екенсің. Тиісіп балаға. Ей, қайдағы бола? Ей, қайдағы бола? Мотивация болсын деп айтып тұрмын ғой мен. Енді олай қатты айтпасайшы. Қасым дейтін атына сеніп жүрсің бе? Братишка, пацаны, үндемеген сайын басқа шығайын дедің ғой сен. Ана бірінші маған әңгіме айту үшін барып ана жоңғарский сақалында қыртсам өжіп тұрған. Түсінің ба, өлтіріпті мен. Сен мені вообще білмейсің негізі бар, мен нервым дейтін жоқ. Жан, ренжімеш папаға. Жан, пожалуйста, ештеңе айтпай ақ қойшы болды. Қайда баратсың, Жан? Хабарласам. Не болып кетті күн мен түнім ауысып. Ассалаумалейкум, Рабак, қалайсың? Да, нормально. Жұмыстасың ба? Сол қас келем давай. Қызым, көңіл күйің қалай? Сен папаңа ренжіме, ол саған жақсы болсын деп айтып жатыр. Мам, енді басқаша айтуға болады ғой. Обязательно намысына тию керек па? Сен білесің ғой папаң Олжанның қатал екенін. Мам, папаны защищать дей бермеші. Қазір заман басқа. Әсет өз-өзін іздеп жүр. Квартираға ақша жинап жүр. Көріп отырмын барлығын. Ақша жинап жатқанды көріп отырмыз. Бірақ ер адам болғаннан кейін отбасын құрды ма, тез ойлап, тез қимылдау керек. Мам, сіздердің замандарыңыз басқа, біздің заман басқа. Айтпақшы, Мадина мен Қанаттың үйі бос тұрған жоқ па? Шетелде ғой олар. Сол үйге барып не отыра тұрмайсыңдар? Әсетке айтып көрейін. Давай былай жасайық. Папаңа пранк жасайық. Қалай?
егер де жоқ маған срочно керек болды десе, міне, пожалуйста, мына жерде уже үй дайын. Бағалар приемлемый. Болды, сізге көп рахмет, барлығын түсіндім. Енді мен әйелімді алып келейін. Сол кісіге подарка ғой. Әйелім. Әйеліңіз мақырға квартира сұраған ба? Ай, молодцы. Менің әйелім қасында шүкір екен ғой. Мақырға авокадо сұрады. Қалжыңдаймын. Мінекей, мынау алсаңыз болады, бағалар жалып тұр. Все. Жақсы, көп рахмет сізге. Сау болыңыздар. Қалайсың, брат? Что там? Қойш, прям сөйтіп айтты ма не? Я, прикинь. Тойдан кейін мен сразу айттым, бөлек шығайық деп. Жоқ, ақшаларын шашпаңдар, анау-мынау деп алып, сөйлеп тиісіп жүр. Шаршадым мен уже. Скоро біздің ЖК-мыз бітейін деп қалды. Может, сояқтан квартира аласың? Там рассрочкаға ма, ипотекаға ма? Сен скорый қашан бітеді, күтетін вообще желание жоқ. Блин, не істесе болады екен? А может, менің үйінде тұрасың? Ой, ұят болады ғой. Что сен жалғыз тұрасың ба? Жоқ, мамашкам бар, папашкам бар, әйелім бар, үш балам бар, жеңгем бар. Түркістаннан ертең ағам келейін деп отыр. Тем более менің үйім үлкен, 41 квадрат. Ой, рахмет ниетіне, родной, аман жүрші ең бастысы. Қалай көмектессе болады екен? Жүр, офиске барайық. Жүр, сояқтан шешеміз. Қасеке, дегеніңе жеттің. Иә, тағы не болды? Күйеу балаң мен қызың кетейін деп жатыр. Бөлек тұратын болып шешті. Қойшы қайда барады? Ары кетсе бір ай жалдар пәтерін. Ақшалар таусылғаннан кейін қайтып біледі. Вот именно пәтер емес, ауылға кетейін деп жатыр. Ауылға? Әсеттің өзі ауыл бар емес пе? Кетеміз дейді, ауылда тұрамыз дейді. В общем, қызың енді сиыр сауады, есік алдын сыпырады, ата-енеге шай береді, ерте тұрады. В общем, короче. Тоқта. Қандай ауыл? Қандай ауыл? Қандай сиыр? Жұлдыз? Қызым? Не болды? Қызым? Анау қайда? Кім анау? Күйеу бала. Ол вокзалға кетті. Ауылға билет алуға. Қызым, жаным, тыңдашы мені. Сен ауылды жерді көрмегенсің. Саған қиын болады ол жерде. Енді өзің ғой осындайға дейін жеткізген. Қазір звондаймын анаған. Алматыдан біздің ЖК-ларымызды неге қарамайсың? Алматыда бар ғой бізде? Ол жақта землетрясение ғой. Вообще сен біздің ЖК-ларымызға сомнениең бар ма не? Жоқ. Ё-моё, қайын ташкасында отыр бар ғой. Алса сен трубканы. Может, кешірім сұрайын деп отқан шығар. Қойш, қазір бар ғой, бүкіл настроение құртады. Короче, Әсет, сен маған айтшы, сенде вообще первоначальный взносқа вообще ақша бар ма? Енді депозитте жинағаны бар, үйде тығып-мығып жинағаны бар. Надо будет бизнесім сатып жүрем ғой, родной. Қандай бизнес? Жвачка в аппарате ше. Әлі сол бизнес па? Родной. База жоқ, кішігірім бизнес болса да айына шағын теңгесін әкеліп тұрады. Соған шүкір ме? Короче, былай, білмеймін, бизнесіңді сатасың ба, әйтеуір маған первоначальный взносыңды тауып бер, мен саған бүйтіп бір нәрсе шығарам. Родной, саған рахмет үлкен. Ойлап жүрдім, бәрі бітті, все, ауылға қайтам деп. Ауыл деген жақсы ғой? Бармайсың ба енді? Енді бәрін білесің ғой өзің. Үйдегілерге бәрі жақсы деп жүргесін, үйдегілер уайымдап қалады ғой. Түсінем, конечно. А так первоначальный взнос бар ғой, сенде, в общем. Тағам ғой. Жұрттар ауылдан қалаға көшіп отса, бұлар ауылға көшем деген несі? Қатырды ғой бұлар. Давлениемді көтеріп ауылға барам деген несі бұларды? Давление. Ол енді отыршы. Қалай отырасың? Біздің қызымыз ауылға кетіп баратыр, сиыр сауады. Ничего страшного. Бәріміз де тұрдық ауылда. Мен де келіндік міндетті атқарғам. Қызымыз как-никак келін көрсін ауылдың өмірін. О кезде заман басқа болған. Тоқтай. Мүмкін бір үй алып берейін. Ай, осы жол қабылдамайды ау. Неге? Жарайды енді, бүлдіретін нәрсені бүлдірдің.
болатыныс болды. Әлде кешірім сұрайсың ба күйеу баладан? Мен кешірім сұрамаймын күйеу баладан. 5 жыл асырадым мен оларды. Менен келіп кешірім сұрасын, давлением көтеріп тұр ғой сендер. Так, 3 миллион 700 мың нормально жан қапты ғой. Алло. Алло, Жан, мама айтады, Қанат пен Мадинаның үйінде тұра тұрсаңдаршы дейді. Ту, Жан, пожалуйста, түк те ренжімеші. Өзіміз жас семалар сияқты бөлек шығайықшы. Душе өмір сүрейікші. И тем более анау Қанаттың үйі емес, сен папаны алып берген үй ғой. Ладно, ок. Кешке киноға барайықшы. Жарайды. Кстати, Жан, шкафқа баршы. Аха, өзіміздің шкаф ше? Аха. И? Так, носкилер тұрған шкафқа баршы. Я осындамын уже. Так, ішінде ақ носки болу керек. Ақшасы бар. Бар ма? Я, ту, Жан, неге нормальный жерге тықпағансың? Бар ғой көп жерлер үйде. Так, Жан, короче, ішінде қанша бар? Соны ма есептеп, WhatsApp-қа жазып. Все, жақсы. Жан, только сен билетті алуды ұмытпашы, хорошо? Все, давай. Шында ма мына қыз? Билет алған несі? Мира. Брат, жетпейді ау. В общем, 6 миллион ақ теңгем бар тек. Так. Бір комнаталы үй болса қалай, нормально ма? Бір комната? Бір комната деп өзінше болмасай? Жоқ, брат, енді вообще өзінше болатқан жоқ. Маған бар ғой, негізі. Кладовка болса да бола береді негізі. Онда кладовканы оформить ете берейік та? Қалжың еме. Давай, короче, бетейік. 4 миллионыңды первоначальный взнос қылдырып жіберейік. Если нормальный отса, өз үйің өлең төсегің болады. Көрейікші, давай. Давай, удостоверениеңді әке. Мира. Мира, бері келші. Не болды? Тыныштық па? Тыныштық. Мынаны қара. Үй ма? Қаладан үй таптым. Не болды, бөлек кеткен қыншысың ба? Өзіңе ма үй? Жұлдыздарға. Не болды? Сен бітсе, ауылға бармай қойсын, кетпей қойсын, осы үйді алып береді де. Жарай. Сөйлесесің ба? Не істейін енді, айтайын ба? Айтсаң. Жақсы. Айтсаң. Айтамын. Доча, все, папаңсың да. Сендерге жаңа квартира алып беремін дейді. Мам, тағы бірдеңке айтыңызшы, не істейді екен? В общем, Жұлдызбен сөйлестім. Әсет келіспепті. Соң қарағанда қатты ренжіттің ау Әсет. Жарайды. Машина алып беремін. Грузиядан емес, салондан алып беремін деп айт. Мам, болды, папаның жүрегі жарылып кетер анаяқты. Қас кел. Сонда не, машиненді алмаймыз дей ма не? Иә. Негізі мен Әсет түсініп тұрмын. Еркектік намыс бар дегендей. Өзің де жас болдың ғой, дәл сондай болып едің ғой. Қатты ренжіттің ау. Тұрсын енді бөлек. Жарайды. Келсін. Мира, қызым үшін кешірім сұрайым. Оған сол керек көп тұр екен ғой. Доча, все, папасында. Не деп жатыр? Кешірім сұрағысы келіп жатыр, шақырыш дейді. Біліп қойса ұят болмай ма? Енді өзі ғой кінәлі. Өз күйеу баласына күшік күйеу деп айтуға бола ма? Негізі бізден де бар. Баяғыда тойдан кейін бірден бөлек шығара салу керек еді. Походу сенің құйрығың ауыр сияқты ғой. Жаль. Отказ берді саған. Значит, солай болу керек. Болды, ауылға айтамын, брат. Ойнап айтаме. Одобрено. Серьезно? Ипотека одобрена. Құтты болсын.
құтты болсын. Ойнап кеттің ба? Йо, братан, жестко өтіп кетті. Анау ертең бар ғой, новоселье болғасын алға қалса. Сен төрге шығарып қоян ғой, брат. Все. Короче, в общем, былай ғой, документтерін реттеп, банкке апарып, қалған 2 миллионыңды, давай ремонтқа жібер. Че, брат, ремонтқа көп керек па негізі? Ремонтқа көп керек болғанда, предчистовая отделка ғой бізде. Там обой жабыстырасың, пол төсейсің, болды. Все, брат, так. Онда мен Жұлдызға айтайын қазір. Зачем оны сюрприз ретінде көрсетсейші оны? В натуре. Квартираны көріп кетейінші? Конечно, көресің. Көрмей қалай аласың оны? Иә? Қазір кілтімді алып келейін. Брат, тездеші, пожалуйста. Көрген бе оператор? Асет? Қасымаға боқтамасаңыз болады, біз болды кетеміз уже. Асет, балам, білем, ренжітіп қойдым сендерді. Хочешь, үй алып берем, машина алып берем. Компанияма кіргізейін ба жұмысқа сені? Жоқ, Қасымаға рахмет, керек емес. Жайма не болып қалды? Ауылға қызымды алып барайын деп тұрсың ғой сен. Қашан келесіңдер? Қандай ауылға? Чё ты тупишь? Билетті қайда алдың? Киноға. Киноға? Қызым, жақсы қыдырып қайттыңдар. Әсет, кет. Мен шай қоя берейін. Жан, квартира снимать етіп алғансың ба? Так, осы жерде күте тұр. Вот, сюрприз! А? И чё, Жан? Стройками айналысайын деп жатсың ба? Я? Ты чё, серьезно? Стройкаға жұмысқа тұрдың ба? Жоқ, Жан, қайдағы стройкаға жұмыс? Мынау біздің үйіміз. Наконец-то өзіміздің үйіміздің ремонтын бастаймыз, ойлаш! Жан, ты меня опять прамкуешь, да? Жан, қайдағы пранк? Сенбей тұрсың ба? Мынаны қара. Мынау кішігірім однокомнатный болса да, өзіміздің үйіміз, мына кухня, аяқ спальный. Мен саған сөз бердім ғой, өзіміздің үйіміз болады деп. Вот, встречай, қарачай. Жан. Ты серьезно? Я. Серьезно? Я отвечаю. Наконец-то. Ремонт біткенсіз көш келеміз ба? Ремонт біткенше тұра бермедіңдер ма бізбен? Мам, ойымдамаңыз. Ертең ремонт біткенде новосельеға шақырамын. Мам, рахмет сізге. Қасым маға шықпай ма? Папаларың көңіл күйі жоқ. Жүре беріңдерсіңдер. Жолдарың болсын. Сау болыңыз. Кеттік. Көңіл қандай көркем, еркелеші еркем, сағынышым желкен. Асыққан аппақ әсем таңым, өзің аңсараным, үмітімді үзбе ғашықтан. Көктен жауған нұр боп, жүректерден жыр боп,